Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ұсақ бауырсақ жасаймыз. Яғни кей жерлерде найманский бауырсақ деп айтып жатады. Көбіне Шығыс Қазақстанда жасалынатын бауырсақтың түрі. Қазақтың ұлттық тағамына жатады. Бала кезімізде осы бауырсақты жеп өстік, анамыз жиі жасайтын. Дәмі ауздан кетпейтін тәтті бауырсақтарды әлі де сағынатынымыз рас. Қазір де балаларыма осыны арасында жасап беремін. Жылы суға қантымызды, тұзымызды салып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне аздап ас содасын қосып, оны да араластырамыз. Ерітіп қойдың майын құямыз. Бұл бауырсақтың құпиясы осы қойдың майында. Үстіне суымызды құйып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырымыз тығыз болу керек. Үстелдің үстіне түсіріп, әбден үйғанғанша біраз илейтін боламыз. Қамырымызды әбден иін қандырып, жақсылап илеп алғаннан кейін шашканың астына бастырып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, тағы да қолымызбен біраз басып аламыз. Содан кейін 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті қолымызбен дөңгелектеп илеп, қайтадан шашканың астына бастырып қоямыз. Бір бөлігін аламыз да оқтаумен жаятын боламыз. Қалған 3 бөлікті шашканың астына не үшін қоямыз? Өйткені олар бет ашық тұрса кеуіп кетеді. Сол үшін біртіндеп шығарып бір-бірден жайып отыратын боламыз. Аздап ұн сеуіп, оқтаумен 1-2 рет қана басып аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай жіңішкелеп кесіп аламыз. Осылай кесіп алсақ, бауырсағымызды ескенге ыңғайлы болады. Осылайша біркелкі етіп, есіп дайындап аламыз. Тақтайдың үстіне қойып, ұсақтап кесіп шығамыз біркелкі етіп. Кесуі аздап уақытымызды алады. Барлығын осы көрсетілгендей кесіп, орамалдың үстіне тізіп шығамыз. Енді шұңғыл қазанымызға майымызды дайындаймыз. Ол үшін сұйық майдың үстіне міндетті түрде қойдың майын қосамыз. Майымызды әбден жақсылап қыздырамыз. Қызған майымыздың үстіне бауырсағымызды салып, үздіксіз араластыра отырып, қызартып пісіріп аламыз. Міне осындай түске жеткен уақытта үлкен сүзгімізбен жақсылап майын сорғытып сүзіп аламыз. Осылай аз-аздан сала отырып, барлық бауырсағымызды қуырып шығамыз. Міне біздің бір шашка толы бауырсағымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді, өте керемет қытырлақ бауырсақ болып шығады. Енді бауырсақтарымызды тарелкаға бөліп салып, дастарханымызға қойып, қонақтарымызға ұсына берсек болады. Осындай ұлттық тағамдарымыздың бірі ұсақ бауырсақты ұмыт қалдырмай балаларымызға жасап беріп жүрсек, болмаса алдыда Наурыз мерекесі келе жатыр, жасап дастархандарыңызға қойсаңыздар өте керемет болады. Бауырсақтарым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда мерекеге орай дастарханға қойылатын ұлттық тағамдардың жасалуымен де бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар.